Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін қазақтың ұлттық тағамдарының бірі қуырдақ дайындаймын. Өте дәмді, жүп-жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ол үшін бізге ет, пияз, картоп қажет. Етті осылай орташа ірілеу етіп турап аламыз. Менде мұнда сиырдың еті, кез келген қойдың, жылқының етін пайдалануға болады. Енді қазанға сұйық май құйып, қыздырамыз. Турап дайындап қойған етті салып, қуырамыз. Қуырдақ жаңа сойылған малдың етінен жасалынғандықтан, ол өзінің суын, яғни сөлін бөлетін болады. Сол сөлінде қуырып, бұқтырып пісіреміз. Міне қуырыла бастады. Осылай жақсылап барлығын араластырамыз. Осы кезде дәміне қарай тұз саламыз. Еттің сөлі шыға бастады. Енді барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып, жарты сағат қуырамыз. Осы өзінің суында бұқтыратын боламыз. Енді пиязды турап дайындап аламыз. Осылай жіңішке етіп, күнделікті тамаққа турағандай етіп, турап дайындаймыз. Менде мұнда 3 дана пияз. Пиязды көптеу етіп қосқан, өте жақсы, дәмді болып шығады. Міне жарты сағаттай қуырылды. Енді осылай кішкене суы тартыла бастаған. Енді біз пиязымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып, жарты сағат қуырамыз. Еттің тез пісуі, жұмсақ болып пісуі тікелей малдың жасына байланысты. Яғни жас мал болса 1 сағаттың ішінде дайын болады. Міне бізде пиязбен өте жақсы қуырылды, суы да тартылды. Енді ыстық 1 стақан су құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып 10-15 минут бұқтырамыз. Осы кезде тұзында көріп, егерде жетпеген болса, тағы да қосып араластырамыз. Енді картопты турап дайындап аламыз. Осылай орташа көлемде етіп тураймыз. Картопты негізі көп қосудың қажеті жоқ. Мен 2 килограмм етке 1 килограмм картоп қостым. 10-15 минуттан соң біздің етіміз толық дайын болды. Енді картопты саламыз. Мені қолдап, лайк басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Барлығын жақсылап араластырып, орташа отта картоп дайын болғанша 20-25 минут бұқтырамыз. Менде міне 20 минут уақыт өтті. Картоп езіліп кетпеуі керек. Осылай шанышқымен тексердім. Осымен біздің өте дәмді қуырдағымыз дайын. Бетіне көк пияз септім. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Төменге өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Ас болсын.